көрші Қытай еліменен біз визасыз режимге көштік. Қытай мемлекетінің өзі атам заманнан бастап саясаттары көрші елді соғыссыз жаулап алған. Енді өздеріңіз білесіздер, қазақтың қанша қағанаты шаңырағы ортасына түсті, қалай түсті? Император өзінің қызын, қасына 40 уәзірінің қызын жібереді. 20 жылда туған ұрпақ келеді де билікке келеді, 25 жылда. Сонан кейін кімнің саясатын жүргізеді? Нағашысының саясатын жүргізеді. Осыған жақындап қалды. Оны ескеріп отырған мекемелер, азаматтар бар ма жоқ па, мен енді айта алмаймын. Олармен байланыста емеспін. Бірақ осындай мәселе бар. Жақында интернетте бір ақпарат жүр. Ол жерде Қытайдың азаматы Қазақстанға бару керек. Сол жақта әдемі қыздар көп, оларда ақша көп, жұмыс орны бар. Біз сол жақтың бәрін қамтуымыз керек деген ұран тастап отыр. Яғни кезеңде Қытай азаматтарына. Арқасынан екінші видео шықты. Ол жерде қазақ жерін Алматыға келіп, Алматының Көктөбенің төбесіне отырып, төбесінен түсіріп, мына Алматы қаласы өте әдемі, көркем қала. Бұлардың қыздары сұлу. Біз бұл жерден қатын алуымыз керек, көбеюіміз керек, ұрпақтар қатуымыз керек деген ашықтан ашық жариялап отыр. Енді бұндай ой пікірде жүрген жалғыз ол емес қой. Яғни олай болатын болса, сол бағытты түрде осы жаққа жіберіп отырған, жол сілтеп отырған, немесе соны белгілі деңгейде қаржыландырып отқан да күштері бар шығар енді. Күш болғанда бұл міндетті түрде саясат Қытайда. Енді қараңыз, қазір өткенде интернет дейміз ғой,